Баршаңызға сәлем. Осы видеода мен сіздерге Клан Сопрано сериалын толықтай қысқаша баяндап беретін боламын. Сериалдың бірінші маусымында Нью-Джерсидегі Демео қылмыстық тобын таныстырады. Ұйымның басшысы Эшли Демео түрмеде отырғандықтан, қазір топтың уақытша басшысы Джеки Эприэл. Джекиге асқазан қатерлі ісігінің соңғы сатысында деген диагноз қойылғандықтан, оның денсаулығы күн санап нашарлайды. Осы себепті ол бизнесін басқаруды балалық шақтағы досы Тони Сопраноға тапсырады. Тони мафиядағы капитан немесе капо, ол өз достарынан және басқа да мафия мүшелерінен құралған топты басқарады. Топ мүшелеріне келсек, Поли жылдам ашуланатын, бірақ сөзге шешен атқарушы. Сал немесе Биг Пусси Бомпенсеро жергілікті автошеберхананы басқарады. Ал Сильвио Данте Тонидің сенімді серігі әрі Бада Бинг стриптиз клубының иесі. Бұл клуб Тонидің тобымен жиі кездесетін орын. Тонидің тағы бір кеңесшісі Хеш Рапкин, ол бай еврей әрі дыбыс жазу продюсері. Кезінде Тонидің әкесімен жұмыс істеген. Тони үшін жұмыс істейтін тағы бір адам оның әйелінің туысы Кристофер Молтисанти. Тони бала кезінде Кристофердің марқұм әкесі Диккиге қатты еліктеген. Сондықтан ол Кристоферді өз ұлы сияқты көреді. Джеки Эприэл асқазан қатерлі ісігінен қайтыс болғаннан кейін, Тони мен оның ағасы Коррадо, немесе Джуниор Сопрано, жаңа уақытша басшы болуға таласа бастайды. Ақыры, Тони Джуниорды отбасының жаңа басшысы деп жариялауға келіседі. Бірақ жасырын түрде өзінің болашақтағы билігін қамтамасыз ету үшін әрекеттер жасайды. Өз кезегінде, Джуниор да Тониге қарсы шығып, өзінің оң қолы Майкимен бірігіп, жиеннен құтылудың жолдарын қарастырады. Джуниор мен Тони арасындағы көптеген келіспеушіліктердің бірі Джуниор Везувио мейрамханасында бұрынғы серіктесін өлтіргісі келгенде туындайды. Бұл мейрамхана Тонидің балалық шақтағы досы Арти Букоға тиесілі. Тони Джуниордың бұл ойынан бас тартпайтынын түсінген кезде, ол Сильвиоға Везувионы өртеп жіберуді бұйырады. Осылайша қастандық мейрамхана ішінде болмайды, ал Арти сақтандыру ақшасын алып, мейрамханасын қайта сала алады. Бұл уақытта Кристофер мен оның нашақор досы Брендан Джуниорға тиесілі жүк көліктерін тонай бастайды. Бұған жауап ретінде Майки Бренданды өлтіріп, дәл сондай тағдырдың Кристоферді де күтіп тұрғанын ескертеді. Тони үшін басқа да қиындықтар туындайды. Ол жемқор полицейден өз тобының бір мүшесі сатқын екенін біледі. Тонидің күдігі өзінің ең жақын досы Пуссиге түседі. Пусси кінәсіздігін дәлелдеуге тырысады, бірақ көп ұзамай жұмбақ жағдайда жоғалып кетеді. Үйде Тони Сопрано өзінің қылмыстық істерін отбасы мүшелерінен құпия ұстауға тырысады. Оның әйелі Кармела Тонидің қандай іспен айналысатынын біледі, бірақ күйеуінің заңсыз әрі қатыгез әрекеттерінің егжей-тегжейін білмеуге келіскен. Кармела сондай-ақ Тонидің жас орыс көңілдесі Иринамен және басқа да әйелдермен жүретінін біле тұра, оған көз жұма қарайды. Бұл кезде Тонидің балалары, мектеп бітіруші Медоу және жасөспірім AJ әкесінің мафиядағы рөлін жасырын ұстауды қиындатады. Сонымен қатар, Тони анасы Ливиямен өте нашар қарым-қатынаста. Ливия жылдар бойы Тониге эмоциялық қысым көрсетіп келген. Бұл оның психикасына терең із қалдырған. Осы себепті Тони балалар мен жануарларға ерекше қамқорлық танытады. Әсіресе оның бассейніне қоныстанған иректер отбасы оған өте жақын болады. Тони есінен танып, мазасыздық ұстамаларына шалдыға бастағаннан кейін, ол психотерапевт Дженнифер Мельфиге қаралады. Дәрігер оған анасының оның психологиялық күйіне тигізген теріс әсерін және қылмыстық өмір салтының оған қалай зиян келтіріп жатқанын түсінуге көмектеседі. Тони бірте-бірте Мельфиге романтикалық сезімдерін білдіреді, бірақ олардың кездесулерін құпия ұстауға мәжбүр. Себебі мафияда психиатрға бару сатқындық ретінде қабылдануы мүмкін. Тони сырғат анасын қарттар үйіне орналастыруға мәжбүр болғаннан кейін, Ливия Джуниормен жақындасып, екеуі Тониден кек алуға шешім қабылдайды. Джуниор Тонидің терапияға барып жүргенін біліп, Майкиге оған қастандық ұйымдастыруды тапсырады. Алайда, бұл жоспар сәтсіз аяқталып, Тони тек жеңіл жарақат алады. Кейіннен ФБР Тониге бұл шабуылды Джуниор мен Ливия ұйымдастырғанын хабарлайды. Осылайша олар Тониді өздеріне ақпарат беруге көндірмек болады. Бірақ Тони бас тартып, кек қайтаруды жоспарлайды. Ол Майкиді өлтіреді, бірақ Джуниор мен оның адамдарын жоюға үлгермей қалады. Өйткені оларды қор нарығындағы алаяқтыққа байланысты ФБР тұтқындайды. Джуниорға жеңіл жаза ұсынылады, егер ол Тонидің отбасының шынайы басшысы екенін мойындаса. Алайда, Джуниор өз қырсықтығы мен намысының кесірінен бұған көнбейді. Клан Сопрано сериалының екінші маусымында Джуниор сот процесін күтіп үй қамағында болады. Ол федералдардың назарын өзіне аудару үшін Нью-Джерси қылмыстық ұйымның басшысы рөлін жалған түрде қабылдайды. Бірақ іс жүзінде билік енді толықтай Тони Сопраноның қолында. Жаңа басшы ретінде Тони Джуниор мен шартты бейбіт келісім жасайды. Джуниордың адамы Филлиді өлтіреді, себебі ол Тониге қарсы қастандық туралы өсек таратқан. Және анасының опасыздығынан кейін онымен барлық байланысын үзіп, оны толықтай өмірінен шығарады. Бұл мәселе одан сайын күрделене түседі, өйткені Тонидің тұрақсыз мінезді қарындасы Дженнис үйге оралады.
және анасы Ливия мен оның мүлкіне қатысты өз көзқарастарын алға тарта бастайды. Тони жаңа уақытша басшы ретінде Сильвионы өзінің кеңесшісі, яғни канцелери етіп тағайындап, Поллиге топты басқаруды тапсырады. Италияға жасаған сапарынан кейін Тони жаңа атқарушысы Фурио есімді адамды ертіп келеді. Сонымен қатар, бұрын жоғалып кеткен Пусси кенеттен қайта оралады. Ол өзінің жоғалып кетуін бел омыртқасына жасалған операциямен және Пуэрто-Рикалық көңілдесімен байланыстырады. Бірақ Тонидің күдігі сейілмейді. Алайда, билік иесінің мойнына түскен ауыртпалық зор, өйткені Джеки Эприэльдің ағасы Ричи түрмеден босап шығып, өз тобының басшылығын қайта қолына алады. Ол тез арада Тонидің басшы ретіндегі шешімдерін сынға алып, оны көпшілік алдында жиі менсінбей қарайды. Сонымен қатар, Тонидің қарсылығына қарамастан, Ричи Джуниор мен құпия түрде есірткі сатумен айналыса бастайды. Бірақ Тони Ричи мен мәселені шешуге асықпайды. Өйткені Ричи оның қарындасы Джениспен үйленуге дайындалып жатыр. Бұл уақытта оның ұлы AJ мектепте тәртіпсіздік көрсетіп, қызы Медоу колледжге көшіп кетуге дайындалып жатыр. Ал Кармеламен некесі барған сайын шиеленісе түседі. Осы факторлардың барлығы Тонидің жүйкесін әбден жұқартады. Тонидің қауіпті пациент екеніне және оның тарапынан бірнеше рет қоқан-лоққы мен орынсыз әрекеттерге ұшырағанына қарамастан, доктор Мельфи оны қабылдауды жалғастыра. Бірақ бұл жағдай Мельфидің де психикасына әсер етіп, оны өз терапевті Эллиотке қаралуға итермелейді. Бұл уақытта Кристофер Молтисанти мафияда барып кел, шауып келемес толыққанды мүше болуға тырысады. Сонымен қатар, ол кино сценаристі ретінде де табысқа жетуді қалайды. Алайда, Тони оны жергілікті инвестициялық фирмада жалған құн өсіру және сату схемасын жүргізу үшін жауапты етеді. Кристофердің қол астында жаңа екі көмекші Мэттью мен Шон жұмыс істейді. Олар Тонидің құрметіне бөленуге қатты әуес болып кетеді. Бірақ Кристофер жаңа жауапкершіліктерін көтере алмай, есірткіге қатты тәуелді бола бастайды. Оның есірткіге әуестігі Адриана мен қарым-қатынасын шиеленістіріп, жиі ашу-ызасын оған төгуіне әкеледі. Ақыры, Тони Кристоферді тәртіпке келуге көндіреді. Ол сценарист болу арманынан бас тартып, есірткіні тастайтынын айтып, Адрианаға үйленуге ұсыныс жасайды. Кристофердің қол астында жұмыс істеудің ешқандай нәтиже бермейтінін түсінген Мэттью мен Шон, Тонидің жауы Ричи Эприэльдің көзіне түсу үшін Кристоферді өлтіруге шешім қабылдайды. Олар оған шабуыл жасап 3 рет атып кетеді. Оқиға барысында Шон қаза тауып, Мэттью қашып құтылады да Ричиге өз ісін хабарлайды. Бірақ Ричи Тонидің өз жиеніне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратынын түсініп, Мэттьюді ашулы түрде қуып жібере. Кристофер шабуылдан аман қалады. Осыдан кейін Тони мен Пусси Мэттьюді тауып алып өлтіреді. Ричи Тониге адалдығын сақтап қалғанымен, өзінің бизнесі мен табысына көңілі толмайды. Дженистің итермелеуімен ол Тониді тағы да өлтіру жоспарын құрады. Және бұл туралы Джуниорға айтады. Алайда, Джуниор бұл ұсынысты қабылдамай, керісінше Тониге бәрін жеткізеді. Бірақ Тони әрекет етуге үлгермей қалады. Ричиден жапа шеккен Дженис ашуға мініп, оны атып тастайды. Тони қарындасына көмектесіп, бұл кісі өлтіруді жасырады. Маусымның соңына қарай, Тонидің ең үлкен қорқынышы шындыққа айналады. Пусси шынымен Фибрдің тыңшысы екені дәлелденеді. Басқа амалы қалмаған Тони, Полли және Сильвио Пуссиді қайыққа апарып өлтіреді. Оның денесін теңізге тастайды. Сопрано сериалының 3 маусымында Тони Джуниорға сенімдірек бола бастайды. Өйткені ол Ричидің қастандығы туралы алдын ала ескерткен болатын. Дегенмен, Тони Джуниордың денсаулығына алаңдайды, ол қатерлі ісікке шалдыққанын біледі. Джуниордың күнделікті күтімімен енді оған адал сарбаз Бобби Бакал айналысады. Джуниордың қатерлі ісігі ремиссияға ұшыраған кезде Ливия Сопрано инсульттен қайтыс болады. Бұл оқиға Тонидің жан дүниесін қатты алаңдатады, өйткені ол анасын жақсы көргенімен, оған деген өкпесі де аз емес еді. Бірақ Тони ғана емес, бүкіл Сопрано отбасы психологиялық мәселелермен күресіп жатыр. AJ мектептегі тәртіпсіздіктері үшін оқудан шығарылады. Тони оны әскери мектепке жіберуді ойластырғанымен, ұлының ауыр үрейлі ұстамаларға тап болғанын байқайды. Бұл жағдай Тониді жоспарынан бас тартуға мәжбүрлейді. Әрі ол AJ-дің мәселелері үшін өзін кінәлай бастайды. Қылмыс әлемінде де өзгерістер орын алады. Филли Пуссидің егіз бауыры Пэтси Тонидің тобына қосылады, ал Кристофер ақыры мафияның толыққанды мүшесі атанып, Поллидің қарамағында қызмет етеді. Жаңа тапқан табысы мен билігін пайдаланып, Кристофер Фуриомен бірге клуб ашады және оның басқаруын Адрианаға тапсырады. Бұл оны Весувио мейрамханасындағы жұмысынан алыстатып, мейрамхана иесі Артиді қатты күйзеліске ұшыратады. Артидің үнемі басқа әйелдерге көз салуынан шаршаған оның әйелі Шармайн онымен ажырасады. Бұл уақытта Полли Тонидің Кристоферге ерекше көзқараспен қарайтынын байқап, қызғаныш пен ренішке беріледі. Полли Кристоферден өз үлесінен көбірек ақша талап етіп, оны көпшілік алдында жиі масқаралап, оған қысым көрсетеді. Бұл шиеленіс соңында екеуінің қарым-қатынасын одан сайын нашарлатады. Бір сәтсіздікке ұшыраған тапсырысты өлтіру әрекетінен кейін, Полли мен Кристофер қардың ортасында
Пайн Барренс орманында адасып қала. Сол қиын сәтте олар өзара қақтығыстарын тоқтатып, араздықтарын ұмытуға шешім қабылдайды. Осы кезде Флоридада ұзақ уақыт болған мафиоздық серіктес Ральф Сифаретто Нью-Джерсиге оралады. Ол Тониге көп ақша әкелетін табысты бизнесмен болғанымен, өзіне тән дөрекілігі мен болжап болмайтын мінезі бар. Осыған байланысты ол Эприел тобының жаңа капитаны ретінде таңдалмай қалады. Бірақ көп ұзамай топтың жаңа басшысы Гиджи жүрек талмасынан қайтыс болғаннан кейін Тони амалсыз Ральфты капитан етіп тағайындайды. Ральф Джеки Эприелдің жесірі Розалиямен қарым-қатынас бастайды. Және оның ұлы Джеки Джуниорға тәлімгер бола бастайды. Бұл Тониді алаңдатады, өйткені Ральф өте жаман ықпал ететін адам еді. Ал Тони Джеки Джуниордың мафия әлеміне кіргенін қаламайды. Бірақ Тонидің уайымы күшейе түседі, өйткені Джеки Джуниор Тонидің қызы Медоумен кездесе бастайды. Ральфтың ықпалымен Джеки Джуниор колледжден шығып, қылмысқа бет бұрады. Ақыры, ол достармен бірге мафияның карта ойынын тонауға тырысады. Бұл әрекет сәтсіз аяқталып, атыс басталады. Джеки Джуниор әрең дегенде аман қалады. Бірақ Тони оның тағдыры шешілгенін түсінеді. Тони амалсыз Ральфке Джеки Джуниорды өлтіруге рұқсат береді. Ральфтың адамы Вито Спатафор оны өлтіріп, бәрін есірткі саудасындағы сәтсіз келісім ретінде ұйымдастырады. Маусым Джеки Джуниордың жерлеу рәсімімен аяқталады. Джуниор жоқтау айтушылар арасында қайғыға батып отыр, ал Медоу сүйіктісінің өлімін қабылдай алмайды. Осы уақытта Ральф Розалиядан алыстап, Джениспен қарым-қатынас бастайды. Тони Сопрано болса, барлық қиындықтарға қарамастан отбасына сүйенеді. Сопрано сериалының 4 маусымында Нью-Йорктегі қылмыстық ұйымның басшысы Кармайн Лупертасце қартайып, билікті өз қол астындағы адам Джонни Секке біртіндеп тапсыра бастайды. Бұл бастапқыда Тони үшін жақсы жаңалық болып көрінеді, өйткені ол Джоннимен жақсы қарым-қатынасын орнатқан. Полли кішігірім заңсыз қару сақтау айыбы бойынша түрмеде отырып шыққан соң, Тонидің Кристоферге деген ықыласын байқап, қызғаныш сезіміне беріледі. Осыған байланысты Полли өз орнын нығайту мақсатында Джоннидің тобына қосылуға тырысады. Бұл уақытта Ральф Сифаретто Джонни Сектің әйелінің артық салмағына қатысты орынсыз әзіл айтады. Полли Джоннидің ашуын қоздыру үшін бұл сөзді оған жеткізеді. Джонни бұл қорлауға қатты ашуланып, Кармайннан Ральфты өлтіруге рұқсат сұрайды. Бірақ Кармайн бұл ұсыныстан бас тартады. Сол себепті Джонни Сек мәселені өзі шешуге мәжбүр болады. Өзінің оң қолы тым шыдамсыз әрі эмоционалды болып кеткенін түсінген Кармайн Тониге Джонниді өлтіруге рұқсат береді. Алайда Джонни ақылға келіп, Ральфқа жасалатын қастандықтан бас тартады. Бұл уақытша болса да, бейбітшілікті сақтап қалады. Бұл уақытта Ральф Джаниспен қарым-қатынасын жалғастырады. Бірақ көп ұзамай Джанис оның тұрақсыз әрі қатыгез адам екенін түсініп, оны тастап кетеді. Ральф жарысқа түсетін атты ат сатып алады. Оған Тони де қаржылай және эмоционалды түрде қызығушылық танытады. Бір күні Ральфтың жас ұлы Джастин ауыр жарақат алып, қымбат медициналық есепшоттарға әкелетін оқиға орын алады. Осы кезде жарыс аты белгісіз өртте өліп, Тони қатты қайғырады. Ол Ральфтың сақтандыру ақшасын алу үшін атты өзі өлтіргеніне күмәнданады. Ашуға булыққан Тони Ральфты аяусыз өлтіріп, оның денесін жойып жібереді. Ральфтың өлімінен кейін оның көмекшісі Вито жаңа капитан болып тағайындалады. Сонымен қатар, Джуниор Сопраноның соты қате деп танылып, ол деменция белгілерін көрсете бастайды. Оның қамқорлығын Бобби Бакала өз мойнына алады. Бұл оған Тонидің алдында бедел мен жауапкершілікті арттырады. Көп ұзамай Боббидің әйелі Карен көлік апатынан қайтыс болады. Джанис бұл мүмкіндікті пайдаланып, Боббиге қолдау көрсетіп, ақыры оны өзіне қаратып алады. Бұл уақытта Фибры Кристофердің қалыңдығы Адриананы ұстап алып, егер ол Тониге қарсы тыңшы болмаса, оны героин саудасымен айыптайтынын айтып қорқытады. Адриана өзінде Кристоферді де қорғау үшін Фибрмен жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ол жүйкесі сыр бере бастаған кезде Кристофер Тонидің тобында жоғарылай береді. Бірақ Тони ешкімге сене алмайтынына көбірек көзі жетіп, өзінің мұрагері ретінде Кристоферді тәрбиелеуді жөн көреді. Себебі ол сенуге болатын жалғыз адам еді. Тони Кристоферге бір жемқор полицейді өлтіруді тапсырады. Бұл полиция қызметкері Кристофердің әкесі Диккидің өліміне себепкер болған адам деп есептеледі. Сонымен қатар, Полли түрмеде отырған кезде Тони Кристоферді капитан етіп тағайындайды. Бірақ мансаптағы жетістіктеріне қарамастан, Кристофер героинға тәуелділігімен күресе алмай, ақыры Тони оған араласуға мәжбүр болады. Ол Кристоферді реабилитацияға жібереді. Осы уақытта Тонидің отбасылық өмірі толықтай шайқала бастайды. Күйеуінің назарынан айырылған Кармела оның ең сенімді сарбаздарының бірі Фурио мен роман бастайды. Бірақ Фурио мұның қауіпті екенін түсініп, Италияға қашып кетеді. Тонидің кекшіл бұрынғы көңілдесі Ирена Кармелаға қоңырау шалып, тек өзінің ғана емес, Тонидің оның туысы Светланамен де қарым-қатынаста болғанын айтып береді. Бұл Кармела үшін соңғы соққы болып, ол Тониді үйден қуып шығып, ажырасуды талап етеді. Маусымның соңына қарай, түрмеден жаңа шыққан Полли Нью-Йорктағы отбасы үшін ешқандай маңызы жоқ екенін түсініп, қайтадан Тониге адалдығын көрсетеді. Джонни Сек Кармайнның өлімін күтіп шаршағандықтан,
Тониге Кармайнды өлтіру туралы ұсыныс жасайды. Бірақ Тони Джоннидің ниеттеріне күмәнданып, ұсыныстан бас тартады. Бұл олардың іскерлік қарым-қатынасына үлкен сызат түсіреді. 5 маусымда түрмеден бірнеше қылмыстық топтардың мүшелері босатылады. Олардың ішінде Демео отбасының капосы Фиш Ламана, Лупертази отбасының капосы Фил Лиотардо және канцелери Анджело Гаррипи бар. Сондай-ақ Тонидің немере ағасы Тони Бландетті да босатылады. Тони Бландетті кезінде сәтсіз өткен жүк тонау операциясы үшін сотталған еді. Тони Сопрано сол түні ұстамасы ұстап, операцияға қатыса алмағанына кінәлі сезініп, немере ағасына қарыздармын деп ойлайды. Тони Сопрано оған отбасылық бизнеске кіруді ұсынады. Бірақ Тони Бландетті заңды өмір сүргісі келіп, массаж салонын ашуды жоспарлайды. Бірақ қаржылық қиындықтар мен ашу заны бақылауда ұстай алмауы оның қайтадан қылмыс әлеміне оралуына себеп болады. Екі арасындағы жаңа жақындық Кристоферді ығыстырып жібереді. Ол кенеттен бөтен адамға айналғандай сезінеді. Екі Тони де Кристофердің есірткіден бас тартуын мазақтайды. Бұл оның тазалық ұстанымын бұзып, қайтадан ішімдікке және есірткіге оралуына әкеледі. Адриананың клубында екі есірткі сатушысы біреуді өлтіреді. Бұл Фибрдің оған деген қысымын күшейтеді. Олар оған тыңшы болуды бұйырып, Тониге қарсы дәлелдер жинауды талап етеді. Қатты күйзеліске түскен Адриана ақыры Кристоферге бар шындықты айтып береді. Ол екеуінің бірге қашуын өтінеді. Бірақ Кристофер Тониге оның сатқындығы туралы хабарлайды. Осылайша, Тони Сильвио Дантеға Адриананы өлтіруге бұйрық береді. Тони үйсіз қалғаннан кейін анасының бұрынғы үйіне көшіп келеді. Оған жақында ажырасқан Арти Буко қосылады. Кармела мен Тонидің ажырасуынан кейін Кармелаға балалардың ашуы тиеді. Бірақ көп ұзамай Тони мен Кармела татуласып, Тони жақсы күйеу болуға және адал болуға уәде береді. Осы уақытта Медоудың жігіті Фин Вито Спатафоренің құрылыс алаңында жұмысқа орналасады. Бірақ бір күні Витоның ер адаммен жақын қарым-қатынаста болғанын байқап қалады. Бұл жағдай Финді Нью-Джерсиден қашқысы келетіндей күйге түсіреді. Бірақ Медоудың көңілін қалдырмау үшін ол қалуға шешім қабылдап екеуі атастырылады. Кармайн Лупертаси инсульттан қайтыс болғаннан кейін Джонни Сек билікке келуге дайын болады. Алайда, күтпеген жерден Кармайнның ұлы Литл Кармайнде таққа таласатынын жариялайды. Тони Сопрано билік үшін күшейіп бара жатқан қақтығыстың ортасында қалады. Джонни Сек Литл Кармайнның сенімді серіктерін өлтіруге бұйрық береді. Бұған жауап ретінде Анджело түрмедегі досы Тони Бландеттоға Джонни Сектің жақын адамы Джой Пипсті өлтіруге тапсырыс береді. Кек алу үшін Джонни Сек Фил Лиотардо мен оның ағасы Биллиге Анджелоны өлтіруді бұйырады. Досының өліміне ашуланған Тони Бландетті кек қайтаруға шешім қабылдап, Фил мен Биллиге оқ жаудырады. Билли өліп, Тони Бландетті қашып кетеді. Фил Тонидің басын талап етіп, егер Тони Сопрано оны тапсырып бермесе, бүкіл Нью-Джерси имына соққы жасайтынын ескертеді. Тони Сопрано мәселені ушығудан сақтау үшін немере ағасын өзі тауып өлтіреді. Фил Тони Бландеттоны өз қолымен өлтіре алмағанына ашуланады, бірақ Джонни Сек оның артық кетпеуін қадағалайды. Қан төгістен кейін Литл Кармайн билік үшін күрестен бас тартып, Джонни Секті жаңа басшы ретінде мойындайды. Тони мен Джонни іскерлік қарым-қатынастарын қалпына келтіру үшін кездеседі. Бірақ сол сәтте Фибр келіп, Джонни Секті ұзақ жылдар бойы жасаған қылмыстары үшін тұтқындайды. 6 маусымда Джуниор Сопраноның алжуы ушығып, ол қателесіп, өз жиені Тониге оқ атады. Тони камаға түсіп, дәрігерлер оның аман қалатынына сенімсіз болады. Камада жатқан кезде Тони қылмыстық өмірден алыс басқа бір тағдырды елестетеді. Ал оның отбасы мен достары оның өлімінен кейінгі өмірді ойластыра бастайды. Сильвио уақытша басшы болады. Бірақ тез арада бұл рөлдің оған ауыр екенін түсінеді. Ол канцелери болып қала бергені дұрыс екенін сезінеді. Полли мен Вито Тонидің отбасына табысты беру керек пе, әлде өздерінде қалдыру керек пе деп дауласады. Ақыры, Тони таңғажайып түрде есін жинап, жаңа көзқараспен оралады. Енді оның әр күні сыйлық. Бірақ бұл позитивті көзқарас ұзаққа созылмайды. Себебі мафия басшысының қиын шындықтары оны қайтадан өзіне тартады. Вито Спатафоренің гей клубта көрінгені туралы сыбыстар тарай бастайды. Фин, Медоудың жігіті, бұл қауесеттерді растайды. Бірақ Тони қалай әрекет ету керектігін білмейді. Фил Лиотардо гомофобиялық көзқарасымен Тониге Витоны өлтіруді талап етеді. Себебі Вито оның туысымен үйленген. Тони Витоның табысты әрі сенімді адам болғанын ескеріп, шешім қабылдауға асықпайды. Бірақ Фил шыдамсызданып, оны өзі өлтіреді. Бұл жағдай Тонидің адамдарын ашуландырады. Әсіресе Сильвио, ол Филдің тобындағы бір адамды өлтіреді. Осылайша, Нью-Джерси мен Нью-Йорк отбасылары соғыстың алдында тұрады. Кристофер Молтисанти өміріндегі бірнеше маңызды оқиғаларды бастан кешіреді. Оның жаңа сүйіктісі Келли жүкті болып, олар үйленеді. Ақыры, олардың қызы Кейтлин дүниеге келеді. Кристофер Литл Кармайнның көмегімен өзінің алғашқы фильмін түсіреді. Бұл оның шынайы өмірінен шабыттанған туынды. Бірақ бұл жетістіктерге қарамастан,
Кристофер есірткіге қайта әуестене бастайды. Осы кезде Тони Сопраноның жаңадан тапқан өмірге деген сүйіспеншілігі тез өшіп, ол ашуланшақ және параноик бола бастайды. Ол Поллидің Лупераци отбасымен бұрынғы байланысын күмәндана бастайды және оның адалдығына сенімсіздік танытып, оны өлтіруге шақ қалады. Кристофер есірткі қолданып көлік жүргізгендіктен Тони екеуі жол апатына түседі. Ақыры Тони ашуға булығып, өз жиенін тұншықтырып өлтіреді. Кейіннен оның өлімін жол көлік апаты ретінде көрсетеді. Өз ісіне еш өкінбеген Тони бұл қадамды Кейтлин нәрестені әкесінің жауапсыздығынан қорғау үшін қажет болды деп түсіндіреді. Осы кезде Медоу Финнмен қарым-қатынасын үзіп, Филипп Рисидің ұлы Патрикке тұрмысқа шығуға келіседі. Ал AJ'дің психикалық жағдайы одан әрі нашарлайды. Бұл Тонидің өзіне деген кінәлі сезімін күшейтеді. Тони өзіне көмек сұрап, доктор Мельфиге жүгінеді. Бірақ Мельфидің өз терапевті Эллиот оған Тонидің терапияны өзінің манипуляциялық мінез құлқын ақтау үшін қолдануы мүмкін екенін айтады. Сондықтан доктор Мельфи Тониді біржола пациент ретінде қабылдаудан бас тартады. Джонни Сек түрмеде өкпе рагынан қайтыс болғаннан кейін Фил Лиотардо Лупераци отбасының жаңа басшысы болып тағайындалады. Фил Тони Сопраноға төзуден жалыққанын көрсетіп, өз адамдарын байыту үшін жаңа келісімдер жасауға тырысады. Бір күні Лупераци отбасының бір сарбазы Тонидің қызын Медоуды қорқытуға тырысады. Тони бұған ашуланып, сол адамды қатыгездікпен соққыға жығады. Бұл оқиға Нью-Йорк пен Нью-Джерси арасындағы соғыстың ресми басталуына себеп болады. Фил Тони мен оның бүкіл командасын жоюға бұйрық береді. Бобби Бакала өлтіріледі, Сильвио Данте камаға түседі және есін жиюі екіталай. Тони аман қалған адамдармен жасырынып кетеді. Соғыс күшейген сайын, Филдің сенімді серіктері оның басшылығына күмән келтіре бастайды. Олар егер Тони Филді өлтірсе, онымен бітім жасауға дайын екендіктерін білдіреді. ФБР агенті Харрис Тониді ұзақ жылдар бойы бақылаған соң, оған еріксіз жанашырлық танытып, Филдің орналасқан жерін айтып береді. Ақыры Тонидің адамдары Филді тауып, өлтіріп, соғысты тоқтатады. Бірақ соғыс аяқталғанымен, Тони әлі де тыныш өмір сүре алмайды. Оның адамдарынан тағы бірі ФБР-ға ақпарат жеткізіп жүргенін және оның жақында айыпталатынын біледі. Тони өзінің өмірін қайта саралап, Поллимен татуласады және оны өзінің ескі экипажының жетекшісі етіп тағайындайды. Джуниорды кешіріп, Боббидің балаларын қаржылай қамтамасыз етуді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ AJ'ді депрессиядан шығару үшін оған жаңа жұмыс тауып береді. Сериалдың соңында Тони, Кармела және AJ отбасы ретінде түскі ас ішу үшін дәмханаға келеді. Олар Медоуды күтіп отырғанда, Тони айналасын бақылап, өмір бойы кез келген қауіпке дайын болуы керектігін түсінеді. Осы сәтте Медоу дәмханаға кірмекші болады, ал бейтаныс адам Тонидің жанынан өтіп, әжетханаға кіреді. Дәл осы кезде дәмхананың есігі ашылып, қоңырау сыңғырлайды. Тони жоғары қарайды, бірақ экран кенеттен қара түске айналады. Осы сәтте ме, әлде бірнеше 10 жылдықтан кейін Тони Сопраноның құлауы сөзсіз еді. Барлық билікке ие болған Тонидің өзі де түптің түбінде өз тағдырын өзгерте алмайды.